Саламатсыздар ма? Келесі лекция бастаймыз дәрісті. Екінші дәріс деректерді топтау, қалыпты таралу заңы. Осы қалыпты таралу заңы бойынша YouTube каналымда, Excelде және SPSS статистикада жағдаят есептерді шығару қалыпты таралу заңы бойынша видеоролик бар, және екінші, үшінші осыдан қарасаңыздар болады. Ал енді бүгінгі дәрісіміз деректерді топтау, қалыпты таралу заңы. Жоспар. Кіріспе, деректерді топтау ұғымы, қалыпты таралу заңы негізгі ұғымдары, қалыпты таралу заңын тексеру әдістері, қорытынды қолданылған әдебиеттер. Ал енді дәрістің мақсаты мен міндеттері. Білім алушылардың статистикалық деректерді топтау ұғымымен, оның түрлері мен әдістерімен таныстыру, қалыпты таралу заңының мәнін, қасиеттерін және медицинада қолдануын түсіндіру. Енді міндеттеріне не жатады? Статистикалық деректерді топтаудың мәні мен қажеттілігін түсіндіру, қалыпты таралу заңының теориялық негіздерін сипаттау, қалыпты таралу заңының негізгі ұғымдарын меңгеру, қалыпты таралу заңының тексеру әдістерін үйрену, қалыпты таралу заңын медициналық деректерде қолдану, мысалдарын қарастыру. Деректерді топтау дегеніміз не? Бұл бастапқы статистикалық мәліметтерді белгілері бойынша жүйелеу әдісі. Ол деректердің құрылымын, таралу сипатын және заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік береді. Деректерді топтау әрі қарай, яғни статистикалық талдау жүргізудің негізі болып табылады. Деректерді топтау барысында біз не істейміз? Вариациялық қатар түрінде мәліметтер реттеледі, интервалдарға бөлінеді, жиілік кестелер арқылы ұсынылады. Вариациялық қатар қалай құратынымызды дискретті статистикалық қатар құрғанбыз. Мен сіздерге көрсеткем. Яғни оның ішінде жиілік кестелерді көрсеткем. Енді бүгін біз интервалдарға бөліп, яғни үздіксіз шамаларды алып, үздіксіз шамаларды қарастырамыз. Оны мен практикалық сабақта Excelде көрсетем. Ары қарай топтаудың негізгі мақсаты неде болып табылады? Мақсаты, яғни қандай да бір көлемді және реттелмеген деректерді не істейді екенбіз? Ықшамдап, олардың таралу сипатын анықтау, олардың орташа шамалар, шашырау көрсеткіштерін есептеуге негізін қалау болып табылады. Яғни топтаудың негізгі мақсаты. Мысал келтіретін болсақ, бірінші біз деректерді алған кезде, зерттеген қандай да бір деректерді деректер алатын болсақ, мысалы да емханада 20 науқастың систолық артериялық қысымы өлшенді дейді. Мысалы, бірінші пациент кетті, 130 деп жазылады, 120 деді, 145, 110 и так далее. Біз осындай мәлімет алдық. Бастапқыда не болады? Деректер реттелмеген күйде болады. Ол сөзіміз қалай? Еще раз қайталайын. Бірінен алдық, 130 дедік, бір пациент, екінші 120, 145 и так далее. Енді оны біз жазып алдық, жазылғаннан кейін қарасақ, ол былай қарап тұрсақ, бұл деректер реттелмеген бірінші, бір қарағанда ол түсініксіз, өйткені кішісі қандай, үлкен шама қандай, орташа мәндері қандай, білмейміз. Және жалпы тенденцияны анықтауға мүмкіндік бермейді. Енді не істейміз? Деректерді жүйелей бастаймыз. Яғни вариациялық қатар құра бастаймыз. Ол вариациялық қатар құруды мен сіздерге көрсеткем. Алдымен деректерді өсу ретімен орналастырамыз. Ал енді өсу ретімен орналастырған кезде бізде нәтижеде не байқалады? Деректер құрылымы айқындала бастады. Минималды және максималды мәндер көріне бастады. Орталық аймақты анықтауды мүмкіндік туа басталды, яғни орташа мәнді біз анықтай алады екенбіз. Енді ары қарай үшіншіде заңдылық пен үрдісті анықтау, яғни алынған үлкен көлемді реттелмеген деректерді біз реттеп алдық, вариациялық қатар құрып алдық. Енді алынған
немізді интервалдарға бөлеміз. Интервалдарға бөлген кезде бізде мынандай кесте шығады. Артериалдық қысым және мынандай кесте шығады. Артериялық қысым, яғни біз оны интервалға бөліп тастадық. 110 мен 119-да 3 науқас тіркелді. 120 мен 129 артериалдық қысымда 6, 130, 139 6, 140, 149 4, 150, 159 бір науқас. Яғни бұл кестеде не біз байқаймыз? Бұл кестеде науқастардың көпшілігі 120, 139 аралығында екенін анықталады. То есть артериялық қысымы 120 мен 139 аралығында. Деректердің орталық аймаққа шоғырланғаны байқалады. Үшіншіде таралу сипатын, яғни біз болжай аламыз қалыпты таралуға жақын екен. Ал енді ары қарай қалыпты таралуды жалғастырамыз. Қалыпты таралу заңының негізгі ұғымы, негізгі ұғымдары. Қалыпты таралу заңы дегеніміз не? Қараңыздар, бұл деректердің көпшілігі, мынау бізде орташа мән болатын болса, кешірім сұраймын, орташа мән болатын болса, орташа мәнінің айналасында шоғырланып, шеткі мәндердің сирек кездесетінін сипаттайтын статистикалық заңдылық болып табылады. Қалыпты таралудың графигі орта мәнге қатысты симметриялы болады. Мысалы, орта мән болса, мына жақ бір-біріне симметриялы болады. Яғни оның графикалық бейнесі қоңырау тәрізді болады. Яғни және қалыпты таралу қисығы немесе Гаусс қисығы деп аталады. Қайталайым. Қалыпты таралу заңы дегеніміз бұл деректердің көпшілігі орташа мән айналасында шоғырланып, шеткі мәндері сирек кездесетін сипаттайтын статистикалық заңдылық болып табылады. Енді қалыпты таралудың заңы негізгі ұғымдары. Бұл кең таралған, кездейсоқ шамалар қалыпты заңға сәйкес бөлінеді. Гаусс заңы деп атаймыз, және Гаусс қисығының теңдеу формуласы өрнегі. Яғни қалыпты таралу заң бізде функция. Қандай да бір заңдылықты қарастыратын болсақ, бұл бізде функция түрінде беріледі, және де оны Гаусс заңы арқылы беріледі. Міне f от x функциясы тең бір бөлінген сигма. Сигма деген орташа квадраттық ауытқу, оны біз білеміз. Түбір асты 2 көбейту пи санын білеміз. Көбейтеміз е минус. Мына жердегі формула бізде бұл дисперсияның несін білдіреді. X минус математикалық күтілімнің, яғни квадратты бөлінген 2 көбейтілген сигма квадрат. Яғни бұл жерде мына формулада қарайтын болсақ, бізде көзге түсетін сигма, көзге түсетін математикалық күтілім. Яғни математикалық күтілім это есть орташа мән, бірақ математикалық күтілім ықтималдықпен беріледі. Ал енді бұны алғашқы рет бізде Гаусс ашқан, сондықтан оны Гаусс заңы деп атаймыз. Ал енді қалыпты таралу заңының негізгі ұғымдарын қасиеттерін атап өтетін болсақ, бұл үздіксіз айнымалының ықтималдылығы. Ол шексіздіктен, минус шексізден, плюс шексізден дейін созылады, қисық қоңырау тәрізді болады. Яғни орташа мәні және медианасы, модасы бір-біріне тең болады, немесе жоқ мәнде тең болады. Бұл бізде қалыпты таралудың қасиеттері. Және қисық орташа мәнге, мысалы, мына жерде орташа мән болса, қатысты симметриялы болады. Ал енді қалыпты заңын, мына жерде Гаусс заңында қарасақ, біз сигманы көреміз, мына жақта да сигма квадратты көреміз. Бұл дисперсия, да, сигма квадрат дисперсия, мына сигманы көреміз, мына жерде m от x функцияны көреміз. Яғни, қалыпты таралу заңы негізі екі сипатымен анықталады. Ол орташа мән, математикалық күтілім, және сигмамен. Бұл екеуі нені білдіреді? M от x дегеніміз, орташа мән, мына жерде орташа мән орналасқан, өзгеруі қалыпты қисықты солға немесе оңға,
оңға немесе солға жылжытады. Яғни қалыпты қисықты, қайталайын, MTX орташа мән математикалық күтілім, қалыпты қисықты, яғни қалыпты қисықты оңға қарай немесе солға қарай жылжытады. Ал енді осы қалыпты қисықтың формасын, міне қараңыздар, ол мынандай түрде болады форма, мынандай түрде болады. Яғни формасын өзгертетін сигма екен. Сигма дегеніміз орташа квадраттық ауытқу. Сонда қалыпты таралу заңы екі сипатпен анықталады: орташа мән және орташа квадраттық ауытқу. Орташа мән не істейді екен? Яғни қалыпты қисықты солға және оңға қарай жылжытады да, ал орташа квадраттық ауытқу қалыпты қисықтың формасын өзгертеді. Яғни формасын өзгертеді. Міне. Енді қисық сызықты трапецияның ауданы абсцисса осіне кез келген интервалына салынған. Яғни кездейсоқ нәтиженің аралықта түсу ықтималдығын бейнелейді. Мысалы, мына трапеция, қайталайын, ауданы абсцисса осінің кез келген интервалында, мысалы, интервалға бөлінген трапеция. Яғни кездейсоқ нәтиженің осы аралықтарда түсу ықтималдығын бейнелейді. F от x функция. Енді бізде 3 сигма ережесі бар. 3 сигма ережесі. Сигма, қайталайым, орташа квадраттық ауытқу. 3 сигма ережесі дегеніміз не? Мысалы, мына жерде 1 сигма, яғни плюс-минус 1 сигма, кездейсоқ шаманың барлық өлшенген мәндері 68,3% орналасқан, яғни мына жерде шоғырланған. 2 сигма плюс-минус орташа мән, бұл 95%. Міне. 3 сигма дегеніміз кездейсоқ шаманың барлық өлшенген мәндері 99,72%, яғни мына жерде шоғырланған. Мысалы, артериялық қысымды алатын болсақ, нақты препарат 130 және плюс-минус миллиметр ртутного столба, яғни орташа мән және орташа квадраттық ауытқу, және екінші рет дженерик қабылданған. Бұлардікі несі? Артериялық систолық қысымы бізде 130 плюс-минус 15 миллиметр ртутный столба берілген. Енді әр топтағы науқастардың 95%-дағы артериялық систолық қысымы қандай диапазонда? Егер оригинальный препарат, нақты препаратты алатын болсақ, онда біз 130 плюс-минус қосатын болсақ, мына жерде 120-140 дейді. Так, алатын болсақ, 125-135, яғни 125 пен 135 аралықта жатады, а дженерик болса 100 бен 160 аралықта жатады дейміз. Ал енді 3 сигма ережесіне келетін болсақ, мына жерде қайталайын. Мына 68,26-ны мына диапазонда, кешіріңіздер, мына диапазонда 68,26, 68,3 дейміз. Кездейсоқ шаманың барлық өлшенген мәндері орташа мән плюс-минус 1 сигмада шоғырланған. Міне. Одан кейін мына аралық пен мына аралықта 95%, яғни 2 сигма дейміз. Және де мына полностью, мына қоңырау тәрізді функциямыз полностью орналасса, бізде плюс орташа мән плюс-минус 3 сигма аралығында, яғни 99,7% шоғырланған барлық кездейсоқ шама алынған. Енді қалыпты таралу заңын тексеру әдістері бізде гистограмма арқылы беріледі, біріншісі, яғни графикалық түрде беріледі дегеніміз.
яғни ол қоңырау тәрізді симметриялы, мысалы мына жерде орташа мән болса, мыналар бір біріне тең болады почти. Ал енді мына келесі гистограммамыз бұл бізде қалыпты таралмайды. Яғни үздіксіз шама, біз өткенде айттық қой, дискретті шамаларды біз полигон, кумулят, агива графикалармен бейнелейтін болсақ, ал енді үздіксіз шаманы біз гистограмма арқылы бейнелейміз. Қалыпты таралмау белгілері, яғни солға немесе оңға қарай қисайған асимметриялы болады, шашыраңқы немесе өткір шыны болып табылады. Яғни екінші гистограммамыз бұл бізде қалыпты таралмайды дейміз. Келесі асимметрия арқылы берілеміз. Бұл орташа мәнге қатысты деректер ауытқуының өлшемін айтады. Асимметрия. Мысалы, орташа мән, яғни бұл жерде орташа мән, егер де симметрия болатын болса, онда бізде асимметрия тең болады нөлге. Егер оңға қарай болатын болса, онда ол нөлден үлкен болады. Солға қарай асимметриялы болса, онда ол нөлден кіші болады. Енді солға қарай. Енді қарайтын болсақ, қалыпты таралу белгісі, яғни асимметрия, ол нөлге тең болу керек. 0,2 болады, 0,1, яғни нөлге тең болу керек. Келесі бізде XS деген бар. Бұл таралу тегістігінің өлшемі. Яғни мына формамыз, яғни мынандай шыны болып, яғни үшкірлеу болатын болса, егер де мысалы мынандай жалпақтау болатын болса, онда XS-міз кіші нөлден болады. Ал егер де мынандай жалпақ болса, онда бұл қалыпты таралған дейміз, яғни ол нөлге тең дейміз. Ал енді мынандай үшкірлі болып бара жатса, яғни ол уже нөлден үлкен деп аламыз. Яғни бұл жерде де қалыпты таралудың белгісі XS, яғни жоқ мәнде нөлге тең болу керек. Келесі қалыпты таралудың тағы да бір тексеретін бұл Q минус Q графигі, яғни квантиль диаграммасы деп атаймыз. Бұл жерде бір түзу сызықта нүктелер, яғни түзу сызық бойында орналасатын көк немен беріледі. Бұл квантиль диаграммасы деп аталады. Ал егер де қалыпты емес болса, онда мынау түзу сызық болса, мыналардың бәрі, яғни түзу сызық бойында жатпайды, ар жақта шоғырланып жататын. Бұл бізде қалыпты таралмаған деп атаймыз. Келесі бізде қандай да критериялар арқылы, тест деп айтамыз, критерия арқылы деп атаймыз. Шапира-Уилк және Колмогоров-Смирнов тесттері арқылы тексеруге болады. Бұл жерде бізде қалай тексереміз? Шапира-Уилк тест арқылы шағын және орташа өлшемді таңдама үшін, шағын болғанда бұл жерде n 50-ден кіші деп атасақ та болады. Қазіргі жағдайда уже 30-дан да кіші болуы мүмкін. Колмогоров-Смирнов тест, яғни үлкен таңдамалар үшін, яғни 50-ден жоғары таңдама үшін Колмогоров-Смирнов тесті қолданамыз. Бұл жерде қолдану тәсілі қандай? Егер де деректер нөлдік гипотезаны алатын болса, егер де деректер, яғни бұл жерде Шапира-Уилк тест пен Колмогоров-Смирнов тесті, яғни ықтималдық тауып аламыз по валю, яғни ол дегеніміз 0,05-те үлкен болса, қалыпты таралу гипотезасы қабылданады, ал егер кіші болса, қалыпты таралу жоқ деп есептеледі. Яғни бұл жерде нөлдік және балама жорамалдық аламыз, деректер қалыпты таралады дейміз H1, деректер қалыпты таралмайды дейміз. Келесі стандарттау және Z-есептер. Z-есептеулер. Z айнымалы, бұл бізде функция болып табылады. Ол нені білдіреді? Әрбір мәнінің орташа мәнінен қанша стандарттық ауытқу алыстайтынын көрсетеді. Бұл бізде деректерді салыстыру үшін қажет, қалыпты таралу аясында шет мәндерді анықтау үшін қажет. Мысалы дейді, егер студенттердің емтихан нәтижелері қалыпты таралса, Z-есептеулер арқылы олардың рейтингін анықтауға болады. Мысалы, осында біз қолданамыз.
Келесі сенім аралығы өткенде бірінші неде айтылды сенім аралығы. Яғни нақты айтатын болсақ, бұл бізде медициналық биологиялық зерттеулердің көбісі популяциядан алынған таңдама үшін ақиқат нәрсе сол популяцияның барлығы үшін де қандай да бір дәрежеде ақиқат болатын деген алғы шартқа негізделген. Сондықтан бұны сенім аралығы бағаға байланысты өзгерткіштік дәрежесі сенім аралығы арқылы беріледі. Формуласына келетін болсақ, бұл кездейсоқ шаманың мәндерінің интервалы онда берілген ықтималдықпен жалпы популяцияның арифметикалық ортасы жасалынады дейді. Яғни, мына жерде сенім аралығы дегеніміз орташа мәнін тауып аламыз. Одан кейін барып т-ны қолданамыз. Т дегеніміз бізде қалыпты ауытқу коэффициенті нормаланған, өткенде айтылды. Сигма дегеніміз бізде орташа квадратқа ауытқу, бөлеміз түбір асты n, яғни бұл бізде стандарттық қатені білдіреді. Ал т-ны біз кесте арқылы немесе Excel-де қалай табатын қазір көрсетемін. Осын тауып алғаннан кейін орташа мәнінен алып тастаймыз да, орташа мәніне қосқанда бізде сенім дәл сенім аралығы табылады. Яғни сонда орташа мән осы аралықта жатады деп қорытындылауға болады. Ары қарай енді жасанды интеллект және биостатистика. Жасанды интеллектті біз білеміз, үлкен көлемдегі медициналық деректерді өңдеуге, талдауға және болжауға көмектесетін заманауи технология. Енді оқу үрдісінде жасанды интеллектпен және биостатистика құралдарын енгізу, яғни бұл жерде болашақ дәрігерлер мен тәжірибелі мамандардың медициналық деректердің үлкен массивтерін талдау дағдыларын қалыптастыруға, клиникалық шешімдердің дәлдігі мен денсаулық сақтаудағы цифрлық құзыреттіліктің жалпы деңгейін жақсартуға мүмкіндік береді. Мен бұны не үшін қолданып айтып жатырмын, жасанды интеллекті? Себебі осы жасанды интеллект арқылы, яғни Python арқылы мен мынандай практикалық сабақта студенттерге беріп, осындай біз график, яғни гистограмма алғанбыз. Сондықтан мен мындайларды тоже өте жақсы Python'да, Google Colab'да жасалынады. Және бұны біз SPSS пакетте де көрсеткен кезде екеуі дәлме-дәл шыққанын көргенбіз. Ал енді қандай қолданылатын әдебиеттер өткенде айтылды, тағы да қазақшасына жерге жазып қойдым. Одан кейін осы медициналық деректерді өңдеуге машиналық оқыту алгоритмін қолдану мүмкіндіктері деген жаңа оқу құралы шықты. Осыны да қолдансаңыздар болады. Ал енді қазір практикалық сабаққа көшеміз. Практикалық сабаққа көшеміз. Практикалық сабақта қараңыздар. Мынандай мысал, медицина мектебінің 3-ші курс студенттер арасында тіс жегісімен зақымданған тістердің санына зерттеу жүргізілді. Зерттеуге 60 студент қатысты, олардың жас аралығы 20-22 жаста. Есептің мақсаты неде? Медицина мектебінің 3-ші курс студенттер арасында тіс жегісімен зақымданған тістердің санын анықтап, олардың қалыпты таралу заңына сәйкес келуін зерттеу. Біз уже қалыпты заңын қарастырып жатырмыз. Сонымен қатар тіс жегісінің жиі кездесетін аралықтарын және 95% сенімділік интервалы арқылы тіс жегісінің таралу сипатын бағалау арқылы клиникалық стоматологиялық практикада профилактика мен емдеу шараларын жақсарту мақсатында ақпарат алу. Қысқаша айтқанда, тіс жегісінің таралу заңдылығын анықтаймыз. Тіс жегісінің таралу интервалдарын анықтау және жиілігін бағалаймыз. Алынған нәтижелерді клиникалық практикада тиімді қолдану үшін талдау жүргіземіз. Ол үшін біз Excel программасын қолданамыз, SPSS-де қолданамыз, Python'да, яғни Google Colab'да код жазып
қолдануға болады. Ал енді Excelде қарастыратын болсақ, міне мынандай сіздерге тапсырма беріледі. Жалпы бізде алпы студент қатысқан. Енді мен бұны алып бәрін мына листке көшірдім да, былай көшіріп алдым да, сразу ранжирленген вариациялық қатар құрып тастадым. Ранжирленген вариациялық қатарды қалай құрғанын өткен бірінші тақырып дәрісте мен сіздерге көрсеткенмін. Бәрін бір бағанға теріп аласыздар. Одан кейін сортировка от А до Я. То есть бұл жерде мен белгілемеймін, сондықтан ол ұялмай тұр. Енді біз үздіксіз шамаларды қарастырып жатырмыз, яғни біз интервалдық қатар құруымыз керек, және не істеуіміз керек? Бүкіл сандық сипаттамаларын анықтауымыз керек, одан кейін гистограмма салуымыз керек. Осының бәрі Excelде оңай жолын көрсетем. X максимум, бізде минималдық мән бізде 3-ке тең, сразу 3 деп жаза салам. Максималдық мән менде 9-ға тең, 9 деп қоям. Енді біз интервалдық қатар құру үшін біз клаш деген табамыз. Клаш дегеніміз бұл статистикада деректердің өзгеру ауқымын көрсететін ең қарапайым шашырау көрсеткіші. Яғни клаш жалпы тілмен айтқанда статистикада деректердің өзгеру ауқымын көрсететін ең қарапайым шашырау көрсеткіші болып табылады. Ол деген сөзіміз, оны қалай табамыз? Яғни формуласында көрсеткендей, максималдық мән мен минималдық мәнді алып тастаймыз, сонда бізде ол 6-ға тең. Сонда өзгеру ауқымы бізге нешеге тең? 6 диапазонға өзгереді екен, ауқымы. Енді келесі біз интервал қатарын құру үшін біз ары қарай интервал санын анықтауымыз қажет. Ол бізде Sturges формуласы арқылы беріледі. Sturges формуласы арқылы, яғни дайын формула, бұл жерде бізде только n-ді ғана табамыз. Ол үшін не істейміз? Қараңыздар. Тең, жақшаны ашам. 1 плюс 3,32 көбейтсем, логарифм, логарифм бізде 10 керек, логарифм. Осының ішіне менде 60 студент, 60 дейм, жақшаны, бір жақшаны жабам, и келесі үлкен жақшаны жабам. Энтерді басам. Сонда интервал ені менде 7 екен. Егер сіздерде там 6,8, мысалы, мен қазір көрсетем. Ой, кесіңіздер. Менде сразу уже 6,9 болып шығып атса, сіздерде былай шығып атса, сіздер оны жуық шамамен тұтас санға келтіресіздер. Келесі бізде, яғни біз интервал енін анықтадық, яғни интервал қатарын анықтадық. Интервал қатарын анықтадық, бізде 7 қатар болу керек дейміз да. Почти 7, 6 бүтін чем-то шықты. Енді біз интервал қатарын құрып жатырмыз, сол интервалдардың енін анықтаймыз. Ені дегеніміз ол H. H бұл R бөлінген K. R дегеніміз клаш, бөлеміз K-ға. K дегеніміз не дедік? Интервалдардың саны, бұл формула, ал ені H бөлінген, H тең R бөлінген K, бұл формула интервалды топтау кезінде қолданылады. Статистикалық формула, ол әр интервалдың ені қанша болу керектігін көрсетеді. Яғни қадамы қанша болу екенін көрсетеді. Ол үшін не істейміз? Тең R мынаны бөлемін K-ға. 0,9 шықты. R бөлінген K. Келесі,
ең а и да. Бұл жерде қараңыздар, ең минималдық мәнді жаза салсақ болады. Минималдық мәнді де 3-ке тең. Ой, то есть тең. Сразу минималдық мәнді қоямыз. Келесі тең. Ары қарай формула бойынша біріншіні қосамын енге. Мынаған. Келесі тең. Мұнан алам. Ары қарай тең. Мұнан алам да қосам, енге қосып отырамыз. Яғни интервал ендерін анықтаймыз. А интервалының бірінші несі а біріміз 3-ке тең, б біріміз 3,9-ға тең, келесі а екіміз 3,9-ға тең, б екіміз 4,7-ге тең. Келесі мынаған тең. Ары қарай. Яғни біз интервал аралығын іздей береміз, пока бізде максималдық мән қандай да бір аралықта жатқанша дейміз, иә? Яғни мына жерде мынау бізде тұрақты шама болу, то есть автотолтыруды. Так, көрейік. Ал енді енін қарайтын болса, қараңыздар. Бір, қатарды, интервал санын қарайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ал енді бізде максималдық мән 9-ға тең, сондықтан 9,1-мен аяқтаймыз. Енді м жиілікті 3 пен 3,9-ның арасында нешеу жатыр? Мынаны бүйтіп белгілейміз. Және мына жерді қараймыз, 6. Келесі 4,7 дейді. Так. 10 дейді мына жақта. Так, келесі бізде 5-ті қараймыз. 5 бізде 18-ге тең. Келесі біз 6-ны қараймыз. 14-ге тең. Келесі 7. Так. 7-7-ге тең. 8. 4-ге. Және мынау 1-ге тең. Яғни осындай жиілігімен интервалды қатар құрдық. Енді бізге керегіміз гистограмма керек. Және орташа мәніміз. Сенім интервалы қолданып, қай аралықта жатады орташа мән. Яғни тіс жегісінің жиі кездесетін аралықтарын табамыз. Ал енді мынау бізде зақымдалған, 3-ші, 4-ші тіс, 5-ші тіс и так далее. Ары қарай бізде өткен сабақтағындай көрсеткендей данныйға барамыз. Данныйға барып, анализ данных. Осы жерде описательный статистиканы алам. Так, мына жақтан белгілеп алам. Мынаны 60-қа дейін. Так, одан кейін барып бос орынды іздеймін. Приблизительно мына жерді қоямын. Міне. Бізге керек орташа мән. Бізге керек мода, медианы қараймыз енді.
орташа мән 5,36-ға тең, медиана 5-ке тең, мода 5-ке тең, яғни өзінің қасиеттері бойынша, ол қалыпты таралу заңының қасиеттері бойынша, орташа мән, медиана, мода үшеуі бір-біріне тең болса, яғни қалыпты таралады деп атаймыз. Бұл жерде де есебім сразу айтуға болады, яғни тіс жегісінің таралу қалыпты деп атаймыз. Енді бізге керек, қараңыздар, гистограмма. Сразу гистограмма салсайық. Мына жерде гистограмма деген бар. Гистограмма. Так, гистограмма. Так, входной интервал. Біз мынаны белгілейміз. Так, интервал карманов дегеніміз, бұл бізде мынаны аламыз. BI-дағы нәтижелерді аламыз. Так, вывод графика. Давайте посмотрим, шама. Так, енді мынау. Выходной интервал. Бізге әдемі. Ну, давайте мына жерге қойсайын. Вот оно. Қараңыздар. Так, мына жерде еще дегенді алып тастайым. Вот у нас гистограмма шықты. Егер де мына ещені біз сумасын не қылатын болсақ, автосум 60 шығу керек, 60 шықты. Бірақ бұны алып тастаймыз, өйткені мына гистограммада былай шығып тұрады. Так, міне. Қандай әдемі гистограмма шыға қалды. Мына жақта біз мына жерде тіс жегісі деп жазсақ болады, мына жерде X шамасын, яғни тіс жегілер деп жазамыз. Нақты частота M жазсақ болатын. Гистограммамыз шықты. Енді бізде не істеуіміз керек? Тіс жегісінің таралу заңын анықтадық. Тіс жегісі таралу интервалдарын анықтадық және жиілігін бағаладық. Алынған нәтижелерді клиника практика тиімді қолдану үшін талдау. Жақсы, талдаймыз. Енді талдау үшін бізде сенім аралығы керек. Яғни сенім аралығы, мұны қараңыздар, мынау керек. Мынаны тауып аламыз. Бұны табу үшін формуланы мен копировать етіп, мына жаққа апарайын, чтобы түсінікті болу үшін. Так, қараңыздар. Енді біз жерде Т дегеніміз не? Т дегеніміз бізде нормалаған коэффициент, ауытқу коэффициент деп атаймыз, студент коэффициент деп атаймыз. Оны біз табу үшін, қараңыздар, мына жерде мен тең деймін. F от X. Так, сіздер менде дайын тұр, бірақ сонда да көрсетейін. Мына жерде статистический тауып аламыз да, ішіне іздейміз student обратное, қараңыздар, student обратное 2х аламыз. Окей дейміз. Бізде ықтималдық беріледі 95 пайызда, ол бізде 0,05-ке тең, 0,05. Степень свободы деген бізде 60-ты алып тастаймыз. Минус 1-ге 59 болады. Сонда бізде шығады 2. Енді, так, мынау сигма бөлінген түбір асты n, бұл жерде стандарттық қатені білдіреді. Стандарттық қатен 0,18-ге тең. Яғни, мен істеймін тең. Қараңыздар, мен сіздерге ол дегеніміз, бұл сенім несі, аралығының сенімділік деңгейі дейміз немесе, ол осы жерде бар, бірақ мен тексеріп жатырмын. Қазір көрсетемін. Так, мынаны көбейтемін стандарттық қатеге. Енді қарап тұрсаңыздар, мін. Уровень надежности уже 95 пайызда шығып қойды. Мен просто сіздерге көрсетіп жатырмын, қалай шыққанын. Яғни Т-ны тауып аламыз мұны. Т-ны қалай тапқанын көрсеттім. Және ол Т-ны көбейтеміз стандарттық қатеге. Яғни сигма бөлінген түбір асты бізде стандарттық қатеге беріледі. Ал негізі өзі тұрады мына жерге. Мұнда белгілеп қояйық. Енді бізде орташа мәніміз нешеге тең? Орташа мәніміз бізде мынаған тең. Минус мынаны алып тастаймын.
тең, орташа мәнді қосамын сенім деңгейіне. Так. Міне сонда тіс медицина мектебінің 3-ші курс студенттерінің арасында тіс жегісімен зақымданған тістердің саны 4,9, яғни нені алатын болсақ, жоқ мәнде 5 пен 5,7 жоқ мәнде алатын болсақ, 6-да 5 пен 6 аралығында тістердің саны осы 5 пен 6 аралығында зақымданады екен, және ол қалыпты таралады. Яғни именно профилактикада біз мән беруіміз керек осы номер 5, номер 6 тістердің арасында зақымданған тіс жегісін мұқият қарауымыз керек екен. Яғни ары қарай профилактикалық емдеу шараларын өткізуіміз керек. Міне осылай бізде қалыпты таралу заңы осымен бізде аяқталады. Келесі дәріске дейін сау саламатты болыңыздар. Рахмет.